Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын сабағымыз талапкерлерді тестілеу модулінің баптауларына арналады. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөлімінде жасалынатын баптауларға тоқталамыз. Бұл модульмен жұмыс жасау үшін ең бірінші жүйенің әкімшілік бөлімінде модульдер лицензиясы бөлімінен өзімізге қажетті модульдің орнатылған тексереміз. Бізге қажетті модуль талапкерлерді тестілеу модулі. Қажетті модуліміз орнатылғаннан кейін келесі анықтамалар бөлімін таңдаймыз. Анықтамалар бөлімінде өзімізге қажетті анықтамалық таңдаймыз. Яғни бізге қажетті анықтамалық ол сабақтан тыс пәндер. Бұл бөлімге талапкерлер тапсыра алатын пәндерді қосамыз. Яғни ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз. Пәніміздің атауын 3 тілде және де пән бойынша ең төменгі және ең жоғарғы шектік балдарды және де қай оқу жылына арналған сол оқу жылын көрсетеміз. Яғни осындай ретпен біз өзімізге қажетті пәндерімізді қосып сақтаймыз. Барлық сабақтан тыс пәндерді осы бөлімге қосатын боламыз. Келесі баптауларды жүйенің тұтынушы интерфейсі бөлімінде жалғастырамыз. Яғни талапкерлер модуліне кеңейтілген құқығы бар қызметкердің атымен жүйеге кіргеннен кейін қолданушылар бөлімінен талапкерлер бөлімін таңдаймыз. Және де реттеулер бөліміне өту арқылы қажетті баптауларды орындаймыз. Бірінші баптау ол жалпы баптаулар бөлімінде тестілеуден өткеннен кейін талапкерлермен алынған қабылдау емтихандарының нәтижелерін редакциялауға рұқсат беру мәнін көрсете аламыз. Және де талапкерлерге қабылдау емтихандарына тестілеуді тағайындау мүмкін болатын өтініштердің мәртебесі бөлімінде қандай өтініш мәртебесі бар талапкерлерге тест тағайындай аламыз, сол мәртебелерді көрсетіп сақтаймыз. Келесі ол қабылдау туралы өтініштер бөлімінде, яғни өзіміздің қабылдау туралы өтініштер бөлімінде қандай өтініш бойынша оқуға түскен талапкерлер емтихан тапсыра алады, сол өтініштердің тұсында қабылдау емтиханы бар бөлімінде ұяшықтарды белгілеп сақтаймыз. Баптаудың келесі түрі білім беру бағдарламалары бойынша қабылдауға қойылатын талаптар бөлімінде өзімізге қажетті білім беру бағдарламаларының тобын таңдаймыз және де қосу батырмасын таңдау арқылы оқуға түсуге арналған деректер бөлімінде ақпараттарды толтырамыз. Ол қандай негізде оқуға түсетін талапкерлер тест тапсыра алады, оқу түрі, түсу сынақтары бөлімінде біз жоғары оқу орнын таңдаймыз. Келесі түсу жылы және де оқудан тыс пәндер, яғни бұл жерде қандай пәндерден тест тапсыру қарастырылған, сол пәндерді көрсетіп сақтаймыз. Осындай ретпен талапкерлерді тестілеу модулінің баптаулары орындалады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.